Қайырлы күн баршаңызға. QR кодты тез және оңай жасау жолдарын үйренеміз. Ол үшін Google браузерін ашып, іздеу жолағында QR код генерейтор сөзін теріп жазамыз. Пайда болған сайттар тізімінен MiQR сайтын таңдаймыз. Ағылшын тілінен орыс тіліне аударып, создать QR код батырмасын шертеміз. Экранда QR кодтың бірнеше типтері пайда болды. Осы жерде посмотреть больше типті шертіп, қалған типтермен де танысуға болады. Біз ең бірінші сілтемеге QR кодты жасауды үйренеміз. Ол үшін бағдарша арқылы алға қарай жүріп, разместите ссылку здесь деген жерде бір рет шертіп қоямыз. Енді YouTube каналға өтіп, 10-шы сыныпқа арнайы түсірілген бейне сабақтың сілтемесін алу үшін поделиться батырмасын шертемін. Осы сілтемені копировать етіп, QR код жасайтын терезеге қайтадан ораламыз. Осы жерде вставить батырмасын шертемін. Бұл 10-шы сыныптың бейне сабағы болғандықтан 10-шы сынып бейне сабақ деп жазып қоямын. Настроить и загрузить QR код батырмасын шертемін. Экранда сілтеменің QR коды жасалды. Енді бұл QR кодты біз әртүрлі шаблондар таңдау арқылы түрін өзгерте аламыз. Сонымен қатар рамка орналастыруға болады, түсін өзгертуге болады, логотип қоюға болады. Мен YouTube каналынан алынғандықтан осы YouTube'тың логотипін орналастырдым. Енді скачать QR код батырмасын шертіп, ваш QR код успешно загружен деген сөз пайда болады. Экранның төменгі сол жақ бұрышында біздің QR кодымыз загрузки бөліміне келіп түсті. Сол жерден копировать командасын орындап, жаңадан Word документті ашып, осы жерге QR кодты орналастырамыз. Бұл QR кодтың пішімін кішірейтіп, санын көбейтеміз. Копировать, вставить. Яғни, сыныпта қанша оқушы бар, сол оқушы санына байланысты QR кодтың санын көбейтеміз. Мінекей, бейне сабаққа арналған QR кодымыз дайын болды. Осы QR кодты жеке-жеке қырқып алып, әр оқушының алдына таратып береміз. Оқушы бұл QR кодты оқу үшін смартфондағы камера немесе арнайы қолданбаларды пайдаланып оқиды. Ішіндегі бейне сабақты көріп, сабақты түсінеді. Енді осы сабақты түсініп болғаннан кейін оқушыға тест тапсырмалары дайындалады. Ол үшін тест тапсырмасын PDF форматта алдын ала жұмыс үстелінде сақтап аламын. Мына жердегі PDF файлды біз қалай осы PDF файлға QR код жасаймыз. Ол үшін бағдарша арқылы алға жүріп, загрузить PDF файлын таңдаймыз. Рабочий столдағы математика 38-ші тест тапсырмасын жүктеймін. Бұл тест тапсырмасы болғандықтан тест деген белгі сөзін жазып қоямын. Настроить и загрузить QR код. Міне біздер тест тапсырмасының QR коды дайын болды. Бұл жерде де цвет, логотип орналастыруға, яғни өзгертуге, әртүрлі шаблондарды таңдауға болады. Осы қарапайым шаблонын таңдап, біз дайын болған QR кодты жүктейміз. Ваш QR код успешно загружен делінді. Енді сол жағымызда экранның төменгі сол жақ бөлігінде ол загрузки бөліміне келіп түсті. Показать в папке деп копировать командасын орындап, біз жаңадан Word құжатты ашып, сол жерге дайын QR кодымызды орналастырамыз. Бұл QR кодында пішімін кішірейтіп, санын көбейтеміз.
яғни оқушы санына қарай бірнеше етіп жасаймыз. Дайын болған QR кодты қырқып, әр оқушының алдына таратып береміз. Оқушы өзінің смартфоны арқылы, камера арқылы осы QR кодты оқып, ішіндегі тест тапсырмасымен танысады. Сонымен қатар, біз осы тест тапсырмасының жауабын да PDF форматта сақтап, QR кодын жасауға болады. Оқушы осы жауабын өзін-өзі тексеру арқылы тест тапсырмасының жауаптарын көре алады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.